Бүгін самұрық жайы толық ашып берейік. 50% сотрудниктарын жұмыстан босатты. Енді самұрықтың тарамау. Біздің президент қазір өзінің қолын алды. Бүкіл жемқорлық барын қолға алып жатыр. Жыл сайын 300 миллиардтай бюджет бөлінеді. 300 миллиард теңге. Иә. Госстокпен жұмыс істеген адамға самұрыққа кірген жеңілірек болады. Уже основасын біледі. 40 күнде есептесек, 40 күнде қаншамен шығады? Жаңадан келген. 40 күнде 2-2,5 миллионмен шығуы болады. Самұрықта тариф қоспайсыз. Жерде 90 күндігін емінетін Қытайдан алдырса да, есеңгіден алса да мүмкін. Иә, содан кейін конкуренция өте аз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Біз бүгін самұрықтың жілігін шарып майын ішетін боламыз. Самұрық туралы толығымен талқылайтын боламыз. Самұрық қазына деген не? Тендердегі триллионнан мың батыр мен миллиардқа деп өзіміздің мың батырлықтарды мемлекеттің беріп тұрған барша мүмкіндіктеріне шығарудамыз. Енді осының ең ішіндегі майлысы самұрық қазына. Бізде бүгін қонақта Қуаныш Ержанұлы. Қуаныш, қош келдің. Қош келдік. Бүгін самұрық жайы толық ашып берейік. Көптеген адамдар самұрықты кішігірім қиын деп ойлайды. Осының барлығын төңірегіндегі темасын талқылап берсек. Не үшін самұрықты қиын деп ойлайды? Не үшін самұрықта документ жайы біз үшін алыс? Кей адамдар үшін самұрықтың айтқанда дәмі сезілмей жатыр. Осыны толықтай талқылап берсек, ең бірінші самұрық деген не? Бізге қандай ақша бере алады? Самұрықтың тендерлері біз үшін қай жағымен тиімді? Бірінші бастамас бұрын самұрық қазына деген ол самұрық қазына холдингіне кіретін ұлттық компаниялар. Онда жаңа Қазақтелеком, КТЖ, Эйр Астана, Қазақ Эйр сияқты компаниялар кіреді. Бұл АО компаниялар көп жағдайда, иә? Иә, АО компаниялар. Енді бұл АО компания бөлек, енді самұрық қазір 50% сотрудниктарын жұмыстан босатты. Енді самұрықтың тарамау қалай болып жатыр? Иә, самұрықты қазір біздің тарайды деген сөз шықты. Енді осыған бір негізі тарап кету екі талай, не болады? Тарамау мүмкін, өйткені біздің президент қазір өзінің қолын алды. Бүкіл жемқорлық барын қолға алып жатыр. Және ол тараса сразу жауып тастаушы еді самұрықты. Қазір бірінші олар директордан бастады, барын жұмыстан босатып, уже 2 есе сотрудниктарды қысқартып тастады. Негізінде өтіргеміз самұрық олигархтардың былай айтқанда кошелегі болған жер. Бірақ енді бұл халық жаққа, яғни біз жаққа толығымен бұрылайын деп. Солай ма? Иә, солай. Енді осы жерде қандай да бір біздің жаққа мүмкіндіктер ашылайын деп тұр. Сол қай жағынан дұрыс болайын деп тұр бір жағынан? Бір жағынан сол тендер жағынан көбінесе жемқорлық көп болған. Және де жемқорлық қай салада енді самұрықтың көп деп айтуға болады? Бүкіл салада айтқанда крупный тендерлардың барлығында жемқорлық болған негізі. Өзімізде енді самұрықтың біраз жеріне көрдік, шынымен де кіргізгісі келмейді. Иә, кіргізгісі келмейді. Товар алмауға әрекеттер жасап жатыр. Мына КТЖ әсіресе көп. Иә, жаңа техспецқа өзгеше қылып жазады да, ананың қарағанда прям желаниең кетіп қалатындай. Енді ол жағы қазіргі алдағы уақытта шешіледі деп ойлайсың? Иә, шешіледі оның бәрі. Ақырын соған келе жатыр да, уже директордан бастады. Яғни монополияны халық жаққа бұруда десең. Иә. Енді самұрыққа ең тиімді деп кіруге болады деген бір салаларды айтып берсең. Әсіресе жаңадан бастаушыларға самұрық алыс. Осы саладан бастаса, оңай кіруге болады деген мүмкін. Самұрықта да жаңа Госсток сияқты ғой, бірақ онда өзінің жаңағы заказчиктермен ерекшеленеді. Енді техника да керек оларға, компьютер, басқа да қағаз, ұсақ-түйек, хост товар барлығын ала береді. Барлығында маржалы. Самұрық негізі тендерға үшін маржалы деп жатады. Оларда бюджет жақсы бөлінеді, содан кейін олар негізі товарды качественно сұрайды. Качественно сұрағаннан кейін оғанда жақсы ақша бөледі. Яғни нарыққа байланысты дұрыс баға береді. Иә, дұрыс баға береді. Өйткені енді Госстокта енді триллиондар, о жақта мекемеде көп, одан кейін бір баға салыстыратындай ол жерде бір мән бермей жатады. Өйткені бір баға арзан шықса, бір баға сонымен шығады, бір баға немесе 10 есе жоғары шығады. Самұрықта көп байқаса бәрі нақты да? Иә, нақты. Өйткені коммерциялық ұсыныспен алынған бағалар десе де болады. Иә, дәл солай. Енді самұрықтың алдағы халыққа беретін мүмкіндігі қандай? Халыққа бергенде енді сол барлық жемқорлық дұрыстаса, сол халық өзін бұрынғы тендерларды мысалы бермеуші еді халыққа, енді соның бәріне кіреді деген ойдамын. Жетімен ашылып келе жатыр, самұрықтың енді 70%-на дейін емін-еркін халық кіре алса, бұл тағы да үлкен мүмкіндік. Иә, үлкен мүмкіндік онда, өйткені талай миллиардтар бөлінеді. Бюджет бөлінеді самұрықта? Жыл сайын 300 миллиардтай бюджет бөлінеді. 300 миллиард теңге. Иә. Бұл расымен де қомақты сумма. Үлкен сумма өте.
Енді мына үлкен спорт комплекстерінің біразы самұрық қазыналармен де істелетін, қазір енді соларды қамтамасыз етудің бәрі самұрықпен болатын. Мысалы самұрыққа кірмей тұрып біз нені білу керекпіз алдын ала? Қандай документ керек? Самұрық порталынан қарағанда ерекше бір документтер сұралады. Ерекше документ сұрамайды, ең бастысы ол сертификат. Және техспецқа мән беру. Өйткені техспецқа товарын сай болу керек. Анан басқандай товар пихать етіп жіберемін деген ондай болмайды. Самұрықта товар мен сертификат бір-біріне сәйкес келеді. Иә, сәйкес келу керек. Содан кейін барып біз дұрыс жұмыс жасай аламыз. Иә. Яғни былай айтқанда бір товар танып, документ танып алған адамдар үшін самұрық қой, иә? Госдокпен жұмыс істеген адамға уже самұрыққа кірген жеңілірек болады. Уже основасын біледі, фундаменті бар. Кез келген документті сұраған кезде құжатты тапсыра алса болды, ол жасай алады. Иә, қайдан алатын барлығын білсе болды. Енді самұрық жайында біз енді көптеген ақпарат шығарғымыз келеді. Алда самұрық жайлы сұрақ болса, қайда жазса сенен ақпарат алады? Мен өзім Instagram бар, Самұрық Pro деген. Өзім соны қалаушысым, сонда жазса бүкіліне жауап беретін оған. Қараңыз енді, самұрық маржалы деп отырмыз. 40 күнде миллион курсын қаншама адам бағындырды. Ол шынымен 50-ден жоғары бағындырғаннан кейін біз 40 күнде миллион курсын қойдық. Самұрық одан қарағанда маржалы. 40 күнде есептесек, 40 күнде қаншамен шығады? Жаңадан келген. 40 күнде 2-2,5 миллионмен шығуы болады. 2-2,5 миллион. Енді самұрық қазынада мына ТПХ, товар өндірушілер арасында және ПКО дейміз. Предварительный квалификационный отбор. Осылардың ішінде көп беріледі. Оны алу қаншалықты адамдар үшін қиындық туындайды? Енді ТПХ деген өзіңіз білесіз, ол товар өндірушілер арасында өтеді. Ол қазіргі жағдайда енді ескеріліп біраз алынады. Иә, оны талай ескеріп дейді, өйткені ТПХ жемқорлық көп болды, өйткені бір күндік компаниялар болады ғой, соларға беріп қояды да. Енді соны ТПХ-ны алып тастаса, өзім ойымша өте жақсы болады, өйткені қысып тұрады да қарапайым халықты. Енді 2,5 миллион бұл кәдімгі рекорд емес шығар. Бұл рекорд емес. Бұл средний кез келген самұрыққа кірген адам жасайды. Иә, бұл средний сумма. Енді самұрықтың ең маңызды бір артықшылықтары. Өйткені кез келген порталдың бір адамдарға ұнайтын жері болады. Өзіңе ұнайтын және халыққа, адамдарға ұнайтын бір артықшылығы бар ма? Өзіме ұнайтын 5 артықшылығы бар. Ол ең бастысы тариф. Самұрықта тариф қоспайсыз. Тариф қоспай. Тариф ештеңе сатып алмайсыз. Иә. 10 миллиондық, 1 миллиондық. Ондай жоқ. Ограничение жоқ. Одан кейін 1%. 1% стамай любой тендер. Обеспечение жоқ. Ол да бір жақсы мүмкін. Екінші артықшылығы ол доставканың уақыты. 30 күн, 60 күн, 90 күн береді. Ол заказчикке байланысты. 90 күн берсе, мысалы сіз Қытайдан заказ беріп аласыз. 15 күн. 15 күн әге. Қысып жібереді. Қысып жібереді. Бұл жерде 90 күндігін емін-еркін Қытайдан алдырса да, есеңгіден алса да мүмкін. Иә, самое главное, сол заказчиктің сұрап тұрған товарына сай болса болды. Алдын ала согласовать етіп алуға, келісіп алуға бәрі мүмкіндік. Образецін беріп, келістіріп алуға болады. Толық құжатпен келісілгеннен кейін барып заказ алдыруға болады. Сонда да үлгереміз. Одан кейін тағы бір артықшылығы ол конкуренция аз. Самұрықта көбі қорқады кіруге, содан кейін конкуренция өте аз. Одан кейін тағы бір артықшылығы самұрықта бюджет жақсы бөлінеді, содан кейін товарларға өте маржалы болып келеді. Ақшаны жақсы. Конкурент азын өзі негізінде, бірақ конкурент жоқ деп ойламайды. Кез келген салада конкурент бар, бірақ конкурент аз. Иә. Бірақ енді біздің мына мың батыр енді толығымен кіретін болса, біз өйткені не стандартын ерекшелендіру арқылы осы салаларға кіргіземіз. Короче, біздікілерге мүмкіндік болайын деп тұр ғой. Иә, сіздерге мүмкіндік. Енді самұрық болашақ айқындалды, бағыты көрінді. Енді самұрыққа кірген өзгеріс. Енді соңғы уақыт мына О-маркет порталы сияқты дайын система жұмыс жасалуда. Ол қаншалықты дұрыс? Иә, самұрыққа О-маркет сияқты портал енгізілді, ол жаңағы SK Store деп аталады. Онда жаңа өзіңіз товарыңызды қоясыз, баға бересіз, және заказчиктер сізге шығатын болады. Кез келген адам сол жердегі дайын товарға баға қоя алады. Иә, баға қояды, немесе өз товарын қоса алады. И заказ түседі, тікелей алып сата алады. Иә, тікелей заказ түседі, договорға отырып, жаңағы самұрық қазына портал. Иә, бұл өте тиімді. Өйткені шынымен де қазір қолға ұстамай сатудың ең тиімді жолы осы болып тұр да. О-маркет, Каспий жүйесі және самұрықтың жүйесі солай болды. Дайын заказға жұмыс жасай алады. Үйде отырып, ешқайда шықпай. Қанша товарға дейін салып қоюға болады? Шектеусіз товар сала бересіз. 5.000 саламын десем, 5.000 саламын. Үлгерсем. Иә, қанша салсаң өзің білесің. Заказ түскен кезде қанша уақытта мен қабылдай аламын? 1-2 күн ішінде қабылдай аласыз. Договор келеді сразу. Уақыт береді. Иә, уақыт береді. Қабылдамасам да болады. Қабылдамасаңыз да болады, қабылдасаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Бұл еркінде тұрған мүмкіндік қой, иә? Иә, өзінің процентін ұстайды. Және О-маркеттағы сияқты. Болды. Қанша пайыз? 6%. 6% ұстап қалады.
қалғанын мен самұрыққа сатқан өзімнің пайызым. Иә, қалған өзіңіз. Доставкасы сол жерде бар ма, арнайы доставкасы? Арнайы доставка әлі жоқ, ол жаңадан енгізіп жатыр да, әлі де жаңа өзгерістер болайын деп жатыр онда. Бұл Омаркетке ұқсас жаңадан самұрыққа арналған бір жүйе. Иә, самұрыққа арналған өзінің бір жүйесі. Осы нәрселердің барлығы енді бір порталдарды жеңілдетуден себеп. Бұрын сонда шынымен де кішкене документтармен қысатын. Қазір жеңілдеп бізге қаратай жақын болды. Осыны біз енді бүкіл Қазақстан бойынша мың батыр болып, біз қазір ұсыныстар арқылы әр нәрсені жеңілдетіп, хат жазу арқылы қаншама мүмкіндікті өзімізге шығарғымыз келеді. Өйткені біз ұсынбай кетеміз. Белсенділікті көрсетсе, олардың барлығы бізге кері байланысқан міндетті түрде шығады. Сол үшін енді өте керемет, самұрық бойынша толық ақпарат алу үшін төменде сілтеме болады, немесе төменге комментарийға сұрақ қойсаңыздар, Қуаныш мырзаның командасы толық жауап береді. Қалай кіруге болады, қалай оқуға болады, ақпараттарды қайдан аламыз, қандай документтер жинаймыз. Толық ақпарат осы Қуаныштың мамандары арнайы төменге комментарийға номеріңізді қалдырсаңыз да, сұрақ қойсаңыз да, сізге міндетті түрде жауап беретін болады. Жеке өзінің Instagram каналында жазып кетті, соған да шықсаңыз, тікелей ақпарат ала аласыз. Ондай болса, Қуаныш, сәттілік. Жақсы. Самұрықтың жілігін шақ, майын шек. Өйткені барлығы қалғы жаққа бұрылған сайын мүмкіндігі де ашылды. Амандықта кездескенше, майлана берейік. Аман, сәттілік.